Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3 сынып оқушылары? Қазақ тілі пәні 3 сынып. 112 сабақ. Сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Оқу мақсаты есептік және реттік сан есімді ажырата алады. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есім есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Мысалы, 2 балмұздақ, 3 шар. Реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді. Олар есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, ыншы деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 4 сынып, 7 қатар. Балалар, кітабымыздың 85 бетін ашып, 39 жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Суға жүзу. Көлдің бетін иректеп, қалқып жүрген үйрек көп. Інім тұрды қыңқылдап, жүзуді аға үйреттеп. Көлдің үстін сызғылап, жүзген қаздар ызғынақ. Құр қызықтап көрумен қайтамыз ба біз бірақ? Дәрменсіздік танытпай, үйренуден жалықпай, інішегім екеуміз жүзсек дейміз балықтай. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Оқулықта берілген сұрақтарды оқы, өз пікіріңді білдір. Өлеңнің мазмұны бойынша бір сұрақ қой. Суда жүзудің пайдасы қандай? Суда жүзуді үйрену үшін не істеу керек деп ойлайсың? Өлеңдегі қарамен жазылған сөздердің мағынасын сөздіктен біліп ал. Балалар, өлеңді мәнерлеп оқып, сұраққа жауап беріп болсақ, 40 жаттығу 86 бетті ашайық. Есептік сан есімді реттік сан есімге айналдырып жаз. Сан есімдерге сұрақ қой. Олардың мағыналық өзгешелігін айтып түсіндір. Балалар, ендеше есептік сан есімдерді реттік сан есімдерге айналдырып, дәптерімізге өзіміз әдемелеп, көркемдеп жазып алайық. Балалар, 41 жаттығуға назар аударайық. Өлең жолдарының ретін тауып жаз. Ақ сүт берген анадай, зыр жүгіріп ағады, асыр салып баладай, сусындатар даланы. Кәне балалар, өзіміз отырып, өлең жолдарын рет-ретімен жазып көрейік. Үйге тапсырма, шығармашылық үзіліс, 42 жаттығу, кітабымыздың 86 бетінде. Сұрақтарды оқып, сұрақтарға жауап бер. Арман бақ ішінде келе жатыр еді, терек бұтақтарын сындырып жатқан балаларды көрді де тұра қалды. Арман не істейді деп ойлайсыңдар? Арманның орнында сен болсаң не істер едің? Осы 2 сұраққа жауап беріп келеміз үйде.